Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге әсем осындай қолжетімді заттардан жасауға болатын пастаның видео рецептісін сіздерге ұсынатын боламын. Мейрамханадағы пастадан кем түспейтін өте дәмді қарапайым ингредиенттерден тұратын паста. Видео ұнаса соңына дейін көріңіздер. Бізге керекті заттар осындай 33% кілегей, сливки яғни және де бір пияз, 2 түйір чеснок, бір тауықтың сан еті немесе филе қолдансаңыздар да болады. Және де осындай 300-400 грамм кез келген спагетти түрі. Және де осылай тауық етін видеода көріп тұрғандарыңыздай сүйектен ажыратып алып, майдалап, әдемілеп турап аламыз. Мен негізі тауық етін қолданамын, себебі тауық еті сочный әдемі болып келеді. Филе енді сәл құрғақтау болады. Енді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай сіздер филе қоссаңыздар да болады. Осылай 300 грамм, 200-300 грамм осындай филе немесе тауық етін қосасыздар. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай еттен ажыратып алып, сыртындағы терісін алып тастап, осылай майдалап, әдемілеп турап алатын боламыз. Және де міне видеода көріп тұрғандарыңыздай пиязымызды және де чесногымызды осылай жақсылап, әдемілеп, ұзынша етіп, жұқалап, әдемілеп турап алатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Күнделікті ет тағамы, манты тағамынан жалыққан болсаңыздар, осындай кілегейлі сливкимен осындай дәмді паста жасап жеңіздер. Міндетті түрде қатып қалған қағида жоқ. Осындай үйде бар заттармен жасасаңыздар болады. Бірақ кілегей қосасыздар дүкеннен алып. Және де міне қызып тұрған табаға керекті мөлшерде майымызды құйып, осылай жай отта 5-10 минут пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде жай отта пісіріңіздер, сол кезде асты жабыспай, әдемі болып, суы шығып, жақсылап әдемілеп пісетін болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай бір араластырып, арасында араластырып қоясыздар. Және де міне тауық етім дайын болды, пісті. Және де енді чесногым мен пиязды қосып, тағы да жай отта 5 минуттай тағы пісіріп алатын боламыз. Және үстіп осылар тауық еті жаңағы пияз пісіп жатқан кезде қазанға су қайнатып қойыңыздар. Суды қайнатып осылай спагеттиді керекті мөлшерде 300 грамм, 350 грамм спагеттиімізді осылай алып, қайнап тұрған судың үстіне салып, кішкене тұз қосып, жақсылап араластырып пісіріп аламыз. Мен бұл жерде жұқа тез пісетін жіңішке спагетти қолдандым. 5 минутта тез пісті. Және де осылай кілегейімізді құямыз. Қанша мөлшерде керек, астына описаниеге қалдырып қоямын. Және де осылай 300 грамм, 300-350 грамм осылай кілегейімізді құйып, және де менің спагеттим өте жіңішке болғандықтан 5 минутта пісті. Пісіп болғаннан кейін судан сүзіп алдым мен спагеттимді. Және де осы кілегейдің үстіне салатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Және де осы спагеттидің қайнаған суынан бір кесе үстіне су құятын боламыз. Ал егерде тамақ ожаумен сорпа ожаумен құятын болсаңыздар, 2 ожау құйыңыздар. Оттың астын өшіріңіздер, жақсылап араластырып алыңыздар. Міне спагеттиіміз дайын болды. Және де тарелкамызға салып, осылай бетіне теркадан сырды өткізіп, дастарханға ұсынатын боламыз. Баршаңызға ас болсын, тез әрі дәмді, қолжетімді заттардан спагетти жасадым достар. Жасап көріңіздер, өте дәмді. Біз 2 порциядан тез әдемі жеп алдық, өте дәмді болды. Аптасына бір рет жасап тұруға кеңес берем достар. Және де айта кетейін, менің каналымда тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Қолжетімді заттардан тез әрі дәмді болатын кешкі ас түрлері, салат түрлері, плейлист бар. Сол жерден өзіңізге керекті видео рецептілерді көрсеңіздер болады достар. Видео ұнаса, видео рецепті ұнаса, поделиться батырмасын басып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер достар.